Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Нұрмұханова Алтуат Бекарысқызы. Бүгін сендермен қазақ тілі пәнінен 1-98 аптаның 2 сабағымен таныс боламыз. Олай болса, балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ойлан, тап. Жарты жылда неше ай бар? 6 ай бар. Қай айда 28 күн бар? Ақпан айында. Неше айдың аты Р әрпіне аяқталады? Сәуір, қаңтар, мамыр. Сенбінің алдында келетін апта күнін ата. Жұма. Жарайсыңдар, балалар. Сендердің де жауаптарың осылай шықты деп ойлаймын. Ендеше осы жердегі сенбі сөзіне назар аударайық. Жазылуында сенбі, айтылуында сенбі. Қандай дыбыстар өзгеріске ұшырады? Не себепті деп ойлайсыңдар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дыбыстардың үндесуі, уақыт туралы не білемін? Сабағымыздың мақсаты сөз ішінде қатар келген дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін білу екен. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Өлеңді оқы. Дүйсенбіде басы ауырып жатты, сейсенбіде іші ауырып жатты, сәрсенбіде аяғы ақсады, бейсенбіде азу тісі қақсады, жұма күні жөтел қысып, сенбі күні тобығы тайыпты, ал жексенбіде құлан таза айықты. Сонда оның сырқатын қалай атау лайықты? Осы өлең жолында, балалар, қандай бала суреттелген деп ойлайсыңдар? Ол неліктен жексенбі күні ауырып қалмады? Өзің жексенбі күнді қалай өткізесің? Өлең кейіпкері туралы өз пікіріңді айтып көр. Балалар, осы айтылуы мен жазылуындағы дыбыс үндестігін есте сақтау қажет. Қатар тұрған дауыссыз дыбыстар бір-біріне әсер етіп айтылуда өзгереді екен. Бірінші тапсырманы орындай отырып, бағдаршам әдісі арқылы өзімізді бағалап көрейік. Барлық сұрақтарға жауаптарың дұрыс болса жасылды, 1-2 қате болса сарыны, 3 қате болса қызыл түсімен бағалаймыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөздерді тауып, айтылуы бойынша жаз. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Қай дыбыс өзгеріп айтылды? Қандай дыбысқа өзгерді? Осы тапсырмадан туындайтын дискрипторымыз сөздердің айтылуына сәйкес жазу, сөздердің айтылуы мен жазылуын сипаттау. Тапсырманы Вен диаграммасына салып орындап көрейік. Айтылуында осы сөздер: қоңыспек, сенбі. Жазылуында Жаңгөл. Айтылуда Жаңақорған, Амангүл, Сәнғой, Дүйсенғали,
жаңбыр. Жарайсыңдар. Бағдаршам әдісі арқылы өзімізді бағалап жіберейік. Дұрыс болса жасыл түс, 1-2 қате болса сары түс, 3 қате болса қызыл түс. Осы сабақтан алған кері байланыс парағын толтырып жіберейік. Жетістік баспалдағы арқылы. Бірінші баспалдақ. Мүлдем түсінбедім. Екінші баспалдақ. Сұрағым бар. Үшінші баспалдақ. Түсіндім. Төртінші баспалдақ. Жақсы түсіндім. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. 8-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Апта күндерінің атауын жаттап ал. Сау болыңдар балалар.